Жақсы естіледі. Естіледі. Тағы да саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің есімім Айгерім. Бүгінгі біздің сабақ, яғни білім ал педат жүйесінде мемлекеттік қызмет көрсету нұсқаулығымен танысамыз. Яғни мемлекеттік қызмет бұл келесі этап, яғни да бірінші аттестатталушы өзінің өтінімін қалыптастырады, сосын директорге жібереді, директор қол қойғаннан кейін ол біліктілік бағалау маманына түседі, оны тексерісінен кейін, яғни барлық толтырылған портфолиода бәрі дұрыс болса, ол кезекті кезеңге өтеді, яғни мемлекеттік қызмет көрсетуге. Енді соны бастайық. Көрініп тұр ма презентация? Жақсы. Білім ал педат жүйесінде мемлекеттік қызметті көрсету үшін ең алдымен кез келген браузерға кіріп, адрестік жолақта pedat.bilimал.kz сайт адресін жазу керек. Сосын логиніңізді енгізіп, парольді енгізіп, кіру батырмасын басамыз. Мемлекеттік қызмет көрсету қызметті орындаушы, яғни да орындаушыны жүйе администраторы тағайындайды, немесе ол кісінің аты жөнін бізге жіберсеңіздер, бізде тағайындап көмектесе аламыз. Мемлекеттік қызмет орындаушының жеке кабинетке кірген бетте басты бет ашылады. Басты бетте аттестатталушылардан түскен өтініштер бөлімі, яғни төменде орындаушының аты, телефон номері және кезең көрсетіледі. Қызмет көрсету кезеңі. Сосын жаңа бөлімінде, яғни ағымдағы жыл көрсетіледі, сондай-ақ жаңа деген бөлімде бізде жаңадан келіп түскен өтініштер, яғни мемлекеттік қызметке келіп түскен өтініштердің тізімі көрсетіледі. Бұл жерде реттік номері, өтініш номері, аттестатталушының аты жөні, жылы, өтініш беру күні, қандай аймақтан білім ұйымы, яғни білім берудің қай ұйымнан екен, лауазымы, ағымдағы санаты, мәлімденген санат, мәртебесі, өтінімнің мәртебесі, мемлекеттік қызмет тексеруге түсті. Және іс-әрекеттер бөлімінде біз көру батырмасын басып, өтінішті аша аламыз. Бұл жерде жалпы ақпараттар ашылады. Ол өтініштің номері, күні, аттестатталушы, оның аты жөні, лауазымы қазақ тілінде және орыс тілінде көрсетіледі. Сондай-ақ мәртебесі мемлекеттік қызметте тексеруде. Жалпы мәліметтер қатарынан ол жеке куәліктің скан көшірмесі, педагогикалық кеңес отырысының хаттамасынан үзінді, сканерленген көшірме. Сондай-ақ өтініш беру күні, ұйымы, портфолио формасы, ағымдағы санат, мәлімденген санат, аттестаттау түрі, яғни жалпы ақпараттар көрсетіледі. Бұл жерде жеке куәліктің скан көшірмесін қарау үшін осы тетікті басамыз. Сол кезде бізде скан көшірме ашылады. Куәліктің скан көшірмесін директор қол қояды. ЭЦП қол қойғаннан кейін осындай QR қалыптастырады. Соның бар екендігін, дұрыстығын тексеру қажет. Сондай-ақ бұл жерде де айта кететін жайт, директордың ЭЦП қол қойылған құжаттар кері қайтарылмайды, яғни өзгертілмейді. Әрі қарай хаттама, яғни педагогикалық кеңес отырысынан хаттамадан үзінді. Бұл жерде де толықтай қарап өту керек. Бұл жерде баптаулар бөлімі бар. Бұл үлкейтіп қарауға болады, кішірейтуге, бұрып қарауға және жүктеуге, немесе басып шығару мүмкіндіктері қарастырылған. Әрі қарай жалпы бөлімде өтінішті қарау, яғни аттестатталушыдан өтінішті қарау батырмасын бассақ, бізге өтінішті аша аламыз. Өтініштің ішіндегі барлық мәліметтерді, яғни аттестатталушының аты жөні, ол жайлы жалпы ақпараттар көрсетіледі. Сондай-ақ жетістіктері, соның бәрін жіті бақылап, тексеріп шығуымыз керек. Тексеріп болғаннан кейін қайта оралу батырмасын
басамыз, сол кезде бастапқы бетке өтіп, бұл жерде тексеріс нәтижесі бойынша мақұлдауға немесе қайтаруға болады. Мақұлдасақ, бізде төменде мақұлданды деп белгіленеді. Ал егер мақұлданғаннан кейін де бір қателіктер немесе түзетулер енгізу керек болса, біз өзгерту батырмасын басамыз. Сол кезде осындай модалды терезе ашылады. Бұл жерде қандай түзетулер енгізу керек, соны пікір ретінде қалдырып сақтасаңыз болады. Сақталған пікір мақұлданбады деп жаңа мемлекеттік қызмет орындаушының аты жөні, рөлі және мекемесінің аты көрсетіледі. Сондай-ақ нені өзгерту керек, яғни пікірі сақталатын болады. Ары қарай келесі бөлім бізде портфолио деп аталады. Бұл жерде портфолио екі бөлімнен тұрады: негізгі құжаттар және портфолио бөлімдері. Портфолио бөлімдері, негізгі құжатты бірінші тексеріп шығамыз. Бұл негізгі құжаттардың өзі бірнеше блоктардан тұрады. Алғашқы бұл тестілеу нәтижелері. Бұл жерде мәлімденген ақпараттардың бәрін осы скан көшірмені басу арқылы, яғни күнін, алған балдарын, бәрін сәйкестігін жіті бақылау керек. Соны скан көшірмені басқан кезде бізге осылай ашылады. Бұл жердегі мәліметтерді тексеріп, дұрыстығын тексереміз. Оны батырманы басқан кезде ашып қарау мүмкіндігі бар. Ашып қарағаннан кейін осы блок бойынша нәтижесін мақұлдаймыз, немесе тексеріс нәтижесін көрсетеміз. Мақұлдау немесе қайтару арқылы. Мақұлдаған жайда кезде, яғни жасыл болып бәрі өзгереді бізде. Сосын келесі бөлім ол эссе бөлімі. Эссе бөлімінде де скан көшірмені қарап басқан кезде бізге эссе ашылады. Оны тексеріп, яғни жалпы саны, сосын эссені тексересіздер. Бұл бөлім бойынша да өзіңіздің тексеру нәтижесін көрсетуіңіз қажет. Бұл жерде де айта кететін жайт, яғни бұл эссені үлкейтіп ашып көруге болады, немесе бұрып тексеруге болады. Қазіргі санаты бойынша да мәлімденген ақпараттарды скан көшірме арқылы тексеріп, мақұлдап немесе қайтаруға болады. Сосын келесі бөлім бізде білімі. Білімі дегенде, яғни кейбір блоктарда бірнеше скан көшірмелер көрсетіледі. Әр скан көшірмені ашып, тексеріп, нәтижесін мақұлдау немесе қайтару арқылы көрсетсеңіз болады. Яғни бұл жерде ашсақ, скан көшірмені ашқан кезде дипломе, білімінде диплом көрсетіледі. Дипломның дұрыстығын, яғни көрсетілген жылдарға сәйкестігін, диплом сериясын тексеріп шығуға болады. Келесі бөлім ол жұмыс өтілі, ол яғни стаж. Бұл жерде де барлық мәлімденген ақпараттарды тексеру, бекітілген скан көшірмелерді қарау қажет. Әрі қарай бізде марапаттарды да сол скан көшірмені тексереміз, және бұл блок бойынша да өзіңіздің шешімдеріңізді белгілейсіздер. Яғни біз бастапқыда бір блок бойынша кері қайтару жасадық. Сол себептен бізге уже бас тарту, бірінші блок портфолио бөлімі негізгі және портфолио бөлімі болып бөлінді ғой. Сол жерде бірінші блок бойынша аяғына жеткенде өтінішті қабылдау немесе бас тарту батырмалары қолжетімді. Бірақ бізде тағы бір бөлім болғандықтан біз келесі бөлімге өтуіміз қажет. Егер барлық блок бойынша бізде мақұлданған болса, онда бас тарту батырмасы бізге қолжетімсіз болады. Әрі қарай келесі бөлімге өту батырмасын басамыз. Бұл жерде бізге портфолио бөлімдері ашылады. Портфолио бөлімдерінде, яғни өтінім аттестатталушының өзінің мәлімденген санатына сәйкес блоктардағы талаптар өзгеріп отырады. Яғни 561 бұйрық бойынша 12-ші қосымшасына сәйкес
яғни мектеп мұғалімдер болса, ол басқа талаптар болуы мүмкін. Балабақшаларға өзіндік блоктар өзгеріп отырады, яғни критерийлары колледждағы мұғалімдерге басқа критерийлар болып өзгертіліп отырады. Бірінші блок бойынша білім алушылардың білім сапасын көрсеткіштері. Бұл жерде осындай таңба көрсетілген. Бұл таңбада кеңестер беріледі, яғни осы кеңеске сәйкес сіздер скан көшірмесін тексеріп, осы кеңестерге жүгіне отырып тексерулеріңізге болады. Және тексеріс нәтижесі бойынша мақұлдап немесе қайтарып өзіңіздің тексеру нәтижесін көрсетесіздер. Үлгерімі нашар оқушылармен жұмыс. Яғни бұл жерде де кеңес көрсетілген. Оқу динамикасын азайту немесе ұлғайту, сондай сауалнама жылдың басында, аяғында осы мәліметтерге сүйене отырып, скан көшірмені тексеріп, нәтижесін мақұлдау немесе қайтару арқылы көрсетесіздер. Сондай-ақ оқу сапасы. Бұл жерде видео сабақтардан үзінділер болады. Бұл сілтемелерге өтіп, тексеріп, нәтижесін шығаруға болады. Келесі бөлім блок бізде оқушылар жетістіктері, бұл өткізілген жылдары, конкурс атаулары, яғни бұл жерде де бірнеше мәлімденген скан көшірмелер болады. Барлық скан көшірмелерді сәйкесінше тексеріп шығамыз. Тексеріс нәтижесі бойынша, бұл блок бойынша да мақұлдап немесе кері қайтаруға болады. Педагогикалық тәжірибені жалпылау. Бұл жерде де кеңеске сүйене отырып, тексеріп, өзіңіздің нәтижеңізді шығарасыз. Педагогтың жетістіктері, сонда да бұл жерде де скан көшірме көрсетіледі, нәтижеңізді шығарасыздар. Содан кейін бізде бір блок бойынша жаңа қайтару болды. Сол себептен аяғына қарай уже бас тарту батырмасын басқан кезде бізге бас тарту қолхаты қалыптастырылады. Яғни жаңа жоғарыда қалдырылған блок бойынша не себепті біз қайтардық, соның пікірі осы бас тарту қолхатында көрсетіледі. Сосын оны мемлекеттік қызмет орындаушы өзі ЦП қол қойып сақтайды. Сол кезде бұл өтініш қайта мұғалімге қайтарылатын болады. Қайтарылған өтініштер, яғни бас тартылды деген бөлімде көрсетіледі. Бұл жерде де жаңағы көрсек болады, міне бізде мемлекеттік қызметпен қабылданбады деп, және жанында документ, құжат бейнесі бар. Осыны бассақ, біз бас тарту қолхатын жүктей аламыз. Осыны басу арқылы, яғни осы бас тарту құжатын жүктей аламыз, PDF-ке экспорттасақ болады. Сосын ары қарай кері қайтарылған өтінімді аттестатталушы өзі түзетулерді енгізіп, қайта жіберсе болады. Қайта жіберілгеннен кейін ол біліктілік бағалау маманына түседі. Ол жерде барлығы дұрыс болса расталып, қайтадан мемлекеттік қызметке қайта жіберілетін болады. Бұл жерде сіздер қайтадан көруді басып, жаңағы өтінішті қарай аласыздар. Жалпы мәліметтерді, және осы жерде қолдану тарихы деген бар. Бұл жерде қашан құрылған, директордың қолында қай кезде болды, тексерісте болған кезеңі, яғни әр өткен кезеңің бар, осы жерде сақталады. Сол сияқты мемлекеттік қызметпен қабылданбады деп уақыты көрсетіледі. Бас тарту туралы түбіртекті осы жерден де жүктеп алу мүмкіндігі көрсетілген. Сосын не себептен қайтарылған, яғни пікірі сақталған болады. Осы пікірге сәйкес сіз кері қайтарылған блоктарды тексеріп, қайта бәрі дұрыс болса мақұлдауыңызға болады. Мақұлданғаннан кейін, яғни құжаттарды қабылдау туралы қолхат қалыптастырылады. Бұл жерде де аттестатталушының аты жөні, қандай мекеме арқылы, яғни мекеменің атауы, сосын көрсетілген
қабылданған құжаттардың тізімі көрсетіледі. Сосын төменде мемлекеттік қызмет орындаушы өзінің ЦП қолын қойып сақтайды. Бұл яғни қабылданды деп бұның мәртебесі өзгереді. Осы жерден де біз мәртебесінен көре аламыз, мемлекеттік қызметпен қабылданды деп. Сондай-ақ құжаттарды қабылдау туралы қолхатты осы жерден жүктей аласыздар. Яғни жүктеп, өздеріңізге PDF форматта экспорттауға болады, немесе танысып шығуға болады. Әрі қарай мемлекеттік қызметпен қабылданған бөліміне келіп түседі. Бұл жерде яғни жаңа бізде аттестаттаушылардан өтініштер бөлімі болды, ал қабылданғаннан кейін аттестаттаушылардың тізімдік құрамы деген бөлімге келіп түседі. Бұл жерден мемлекеттік қызмет орындаушы келесі кезеңге өтінімді өткізу керек, яғни ол комиссияға жібереді. Комиссияға жіберу барысында бұл жерде мына аты жөні аттестатталушының мемлекеттік қызметтен қабылданды, сосын комиссияның атауы, сосын ұйымның атауы көрсетіледі. Бұл үшін біз тетікшені басу арқылы жібере аламыз. Ал келесі жағдай, тағы екінші жағдай көрсетілген, яғни комиссия құрылмаған деп шығатын болса, бұл жерде екі жағдай қарастырылуы мүмкін, яғни бұл немесе комиссия құрылмаған әлі, немесе бұл өтініш беру кезеңі дұрыс көрсетілмеген болуы мүмкін. Яғни өтініш беру күні бұл жерде 14 мысалға бұл, 14 сәуірді көрсеткен, ал өтініш беру кезеңі 21 сәуірден басталады. Сол себепті жаңа комиссия құрылмаған деп шығып тұрады. Бұндай жағдайда сіздер өтінішті кері қайтаруға болады, пікір қалдырып, өтініш беру күнін өзгерту жайлы пікір қалдырып кері жіберсеңіз болады, немесе аттестат комиссия құру уақытын өзгертсе болады. Оны, яғни жүйедегі администратор өзгертеді, немесе бізге шықсаңыздар, біздерде оны кезеңді өзгертуге мүмкіндік бар. Әрі қарай, бірінші өтінім бойынша бізде аттестация комиссия құрылған. Бұл жерден тетікшені басамыз, таңдалғандарды жіберу батырмасын басқанда бізде комиссияға жіберіледі. Бұл жерде де дәл осындай кесте көрсетіледі, мәртебесі көрсетіледі. Осымен нұсқаулық соңына жетті. Енді сұрақтарыңыз болса, қойып өтсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, қойып өтсеңіздер болады. Осы нұсқаулыққа бойынша. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда оқыту сабақты аяқтасақ. Менде сұрағым бар еді. Бізге осыны чатқа саласыз ба? Мен бағана жазған болатынмын осы жерге. Үлгі ретінде көріп, бізді келесіде сіздерден. Бұл қазақ тілінде оқыту сабағы қазір ғана өтті. Біз бұның таспасы жүргізіліп жатыр. Сосын сілтемесін міндетті түрде чаттарға салатын боламыз. Жақсы, рахмет аға. Жақсы, рахмет. Телеграм чатқа да саласыздар ғой, иә? Сол телеграм чатқа салатын боламыз. Жақсы, рахмет. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыздар.
Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет.